Гиссар қойы табыс пен төзімділіктің нақты үлгісі. Тегі Орталық Азия ең ірі ет бағытындағы тұқымдардың бірі. Бүгін мен осы қой тұқымы жайлы айтып берем. Арнаға жазылып, видеоны соңына дейін көріңіз. Гиссардың қошқарлары 140-180 кейде 200 келіге дейін тартады. Саулықтары 80-100 келі. Ет шығыны 55-60%. Қозылар туғаннан кейін 3 айда 30-35 келі, ал 1 жасында 70 келіге дейін салмақ жинайды. Өсу қарқыны жоғары, табысы жылдам. Гиссардың басты ерекшелігі бейімділігі. Плюс 40 градустық ыстық пен минус 20 градустық аязға дейін шыдай береді. Қарапайым жайылымда жүріп ақ жақсы нәтиже береді. Жем шөпке шығын басқа тұқымдарға қарағанда 20-30%-ға төмен. Еті майлы әрі дәмді. Құйрық майы 12-15 келі. Ұлттық тағамдар үшін таптырмас шикізат. Бұл әрі тұқым әрі табыс. Қазір гиссар қойына деген сұраныс артып келеді, себебі тиімді, шыдамды, өнімді. Гиссар жай ғана қой емес, бұл болашаққа салынған инвестиция. Достар, Еділбай қой тұқымын гиссар қой тұқымын салыстыруға мүлде келмейді деп айтар едім. Себебі неге десеңіз, Еділбай қойы қазіргі таңда әлемдік брендке айналып келе жатқан біздің мақтанышымыз.